Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін 26 наурыз. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы жөндеу оқшаулау жұмыстарын жүргізуге арналған жабдықтар. Қазір алдарыңызда видео жүріп жатыр. Сонымен қатар лекцияда берілді Word түрінде. Содан қарауыңызға болады. Егер де видеоны көру мүмкіндігі болмаса, видео қараған жөн. Сол лекцияны осы видео арқылы түсіндіріп отырамын. Өндіру скважинасынан өніммен қатар судың көп шығуы уақытынан бұрын сулану болып есептеледі. Уақытынан бұрын сулану келесілердің нәтижесінен болуы мүмкін. Зоналы біртекіс шөгінділердің ауданы бойынша айдалатын су тілдерінің түзілуі, табан суларының конустардың пайда болуы, өткізгіш қабат бойымен судың озып қозғалуы, жоғары өткізгішті жарықтар бойымен судың қозғалуы, тізбек пен цементтік сақина саңылаусыздығының әсерінен жоғарғы ортаңғы және төменгі сулы қабаттардан судың келуі. Бұл видеода көріп тұрғаныңыздай скважина көрсетілген. Сораптық пайдалану кезінде мұнаймен бірге су көп шыға бастаған. Оның себебі мәжде тұрған саңылаусыздану. Яғни су қабатынан цементтік сақинаның бұзылуы нәтижесінде саңылау пайда болып, су скважинаға өтіп, скважина суланады. Ал скважинаның сулануы өнімнің қажетті деңгейде шықпауына кері әсер етеді. Және қабаттар мен ұңғымалардың уақытынан бұрын сулануы мұнай өндіруден төмендетуге және соңғы мұнай бергіштікке, үлкен экономикалық шығындарға, тасымалдауға, судың үлкен көлемін қабатқа дайындауға және қайта айдауға әкеледі. Қабаттан мұнайды шығару шарасы бірнеше су мұнайлы байланысын біртіндеп көтереді, ал мұнайлық нұсқасы шөгінді орталығында тартылады. Әуелі мұнай нұсқасына жақын орналасқан скважиналар суланады, ал содан кейін шөгінді ортасындағы скважиналар, яғни ұңғылар суланады. Нұсқа суы скважина түбіне жеткенде қабатты пайдалану тоқтатылады. Мұнайдың орнына барлық скважиналардан су алынады. Қабат толығымен сулануына қарамастан қабатқа әрқашан едәуір мөлшерде игерілмеген мұнай қалады. Осындай жағдай болмас үшін скважина суланған кезде жөндеу оқшаулау жұмыстары жүргізіледі. Жөндеу оқшаулау жұмыстарының бірнеше түрі бар. Оның біреуі тампонаждау, яғни цементтеу. Цементтеу арқылы саңылаусызданған жерді қайтадан цементтейді. Я болмаса полимерлер айдау арқылы да сулануды тоқтатуға болады. Бірінші әдісте цементтік сақинаның бұзылуы арқылы сулану көрсетіліп отыр. Яғни разрушение цементного кольца дейді. Цементтік сақина бұзылған, оны қайтадан қалпына келтіру үшін цементтік сақинаны бұзып, қайтадан тампонаждау жасауға болатынын айтып жатыр. Келесі. Барлық үрдістердің нәтижесінде қабатта көп мөлшерде игерілмеген мұнай қалуы мүмкін және қабаттың табан бөлігінің барлығы су басуы мүмкін. Ұңғыда мұнайдың интенсивті шығаруы мұндай жағдайда күшпен көтеру және ұңғы түбінің астынан ұңғының түп аймағында сулану конусы түзеледі. Мынау тұрған сулану конусы. Бұл жағдайды дұрыстау үшін үстінен, сулану конусының үстінен, яғни су мұнайлы контактының үстінен гель айдайды да, яғни судың пайдалану
тізбегіне өтпеуін қамтамасыз етеді. Келесі әдістерде жарықшақтар арқылы су келу қарастырылған. Мына жерде жарықшақтар арқылы су пайдалану тізбегіне өтіп отыр. Енді бұл жарықшақтарды судың келуін тоқтату үшін тігілген полимерлер айдалады. Тігілген полимерлер айдалғаннан кейін белгілі бір уақыттан кейін ол қатады да, және жарықшақтарды көптеген уақытқа шейін біте отырады. Мысалы, ол 1 айға шейін болуы мүмкін. Яғни ол көп уақытқа дегенде белгілі бір уақытқа тоқтатып, яғни әлсін жасап тұруға тура келеді. Келесі әдісте су тілдерінің болуы қабат жоспарын пайдалануын қиындатады. Қабат мұнай уақытынан бұрын суланады. Бөлектілер бір-бірімен бірігуі мүмкін және қабатты оқшауланған аудандарға бөледі. Бұндай жағдайларда жөндеу оқшаулау жұмыстары жүргізіледі. Жөндеу оқшаулау жұмыстары келесі мақсатпен орындалады: су ағынын селективті оқшаулау, су ағынын бағыттағы оқшаулау, тізбек сыртындағы ағындарды жою, пайдалану тізбегінің саңылаусыздығын жою. Су ағынын селективті оқшаулау барлық өнімді қабаттың суланып кету жағдайында қолданылады. Тәжірибе көрсеткендей, өнімді қабаттың анизотропиясының арқасында сулану шайылған және өткізгіштігі бар қабатшаларда болады. Сондықтан скважинаға сулы ерітінді негізінде біріктірілген полимерлік құрам немесе басқа да тампонажды материалдар пайдалану кезінде оның қабатқа өтуі су ағымы болған каналдар бойымен мұнайдың гидрофобтық қасиетіне байланысты мұнайға қаныққан қабатқа әсерін тигізбей жүзеге асады. Мынау су тілдері арқылы су тілдері әсерінен қабаттың сулануы, скважина сулануы көрсетілген. Бұны кері қарай су айдау арқылы немесе гель тәрізді қоспаларды айдау арқылы жоюға болады. Су ағынын бағыттап оқшаулау қабаттағы және айдалатын сумен интервал бойынша сулану немесе қалыңдығы бойынша фильтрациялық, яғни біртекті еместігі аса айрықшаланбайтын қабаттарда қолданылады. Осы жерде барлық жаңағы айтылып өткен түрлері көрсетіледі және осының бастапқы екеуі гидродинамикалық зерттеу арқылы анықталса, қалғаны пайдалану кезінде көрсеткіштер арқылы анықталады. Көпшілігі полимерлер айдау арқылы тоқталады, кейбіреулері тампонажды раствор және цемент айдау арқылы тоқтатылады. Енді сол цемент айдау кезінде қалай жасалатыны көрсетіліп жатыр. Цементтік сақинаны бұзу арқылы, арнайы құрылғы арқылы цементтік сақинаны бұзады да және оны скважинада қалдырмай жуу арқылы алып шығады. Содан кейін пакер орнатылған қондырғыны скважинаға түсіріп, ол арқылы, қазір мына жерде көрсетейін, мына жерде пакердің құрылысы көп айтылып кеткен, оған біз тоқталмаймыз. 13-те мына жерде мына тампонажды жаңағыда пакердің ішіндегі құрылғылар ашылғаннан кейін тампонажды раствор, яғни цемент скважина жаңағы ашылған жерге құйылады да қайтадан қатырылады және су контактісін, яғни тоже цементтеп тастайды мына жерде. Сол кезде сулану тоқтатылады. Ол бұрғылау сұйықтықтармен бастырылып қатқанын күтеді. Келесі әдісте гель айдау көрсетіледі. Қазір гель.
гель айдау үшін арнайы мынандай саңылау жасалынады әуелі. Сол саңылау арқылы гель айдалады. Гель айдалғаннан кейін ол скважина аймағынағы жаңағыдай саңылаустандырған жерге өтіп қатып қалады. Оның қатқанын бірнеше сағат күтеді. Мынау гель ағып жатырған. Қазір осының бәрі көрсетіледі. Осы видеодан көргеніңіздей және лекциядан тағы да қарап, конспектілеп, түсініп алуларыңызға болады. Түсінбесеңіздер, қайтадан сабақтан кейін қарап шығыңыздар. Және бұл әлі жалғасы басқа видеода. Келесі видеоны ашамыз енді.